Өңірімізге әріптестік сапармен Омбы облысының іскер делегациясы ат басын тіреді. Виктор Назаров бастаған топ теріскейдегі жақын достарымен әріптестікті жаңа деңгейге шығару үшін келіпті. Облыстық әкімдіктің үлкен залында өткен жиында алдымен екі жақтық қарым-қатынас нәтижелерін облыс әкімінің орынбасары Ерлан Аукенов баяндады. В Омске действует представительство нашей компании Толблок. Біздің бастамамызбен бірнеше кездесулер өткізілді. Омбылық әріптестердің көмегімен өңірімізде балалар азығын дайындауды қолға алмақпыз. Айта кету керек, омбылық меймандардың Қызылжарға сапары жауапты болып отыр. Себебі ақпан айында ғана Ерік Сұлтанов бастаған бір топ ұжым Омбыға сапар шеккен еді. Сонда Петропавлдағы сүт одағы негізінде екі жақтық ортақ кәсіпорынның жұмысын іске асыру мақсаты қойылған еді. Жиын соңында 8 маңызды меморандумға қол қойылды. Бұл жаңа технологиялар ауыл шаруашылығын дамыту сынды салаларда қоян қолтық еңбек ету төңірегінде еді. Кездесу соңында көршілес екі өңірдің басшылары тілшілер қойған сұрақтарға жауап берді. Рассматривается возможность строительства завода по производству керамических. Өңірімізде керамикалық кірпіш зауытының құрылысын салу жоспарда бар. Омбылық кәсіпкерлер мен біздің кәсіпкерлер бұл жобаны қолға алмақ. Сонымен қоса көлік логистикалық орталықтардың да жандануын көздейміз. Кездесу соңында қос басшы да ары қарай да әріптестіктің жандана түсетініне сенімдерін білдірді.